Өмірдің жалған екендігі, 5 күндік фәнидің желдей зулап өте шығатыны өкінішті болса да, Алладан келген бұйрыққа пенде көңілдің көнбестен басқа шарасы жоқ екен. Үлкен бәйтерегіміз құлағанда жүрегіміз ауырып, көңіліміз құлазып, өзегімізді өкініштің өртегені соншалықты, біз үшін қимас жан аяулы әкемізді әлі күнге дейін сағынышпен еске ала береміз. Әкеміз Қуантқан Айтмұханұлы 1947 жылы 27 сәуірде Маңғыстаудың Алағырында көшіп қонып жүрген малшы отбасында дүниеге келеді. Басқа балалардан алғырлығы мен еңбекқорлығы оны ерекшелендіре түсті. Анасының алтын басты, елден бөлек абаданы болатын. Өзінде анасын қатты сыйлап, қадірлей білген перзент болды. Барлық жақсыны анасына теңеген. Менің анамдай болу қайда дейтін әрдайым. Жастайынан атқа мініп, әкесімен бірге совхоз малдарын Қазақстан мен Ресей аралығында айдап апарған. Ерте жасынан әкесі еңбекке баулып өсірген әкеміз өте бауырмал болып, барлық әулеттің балаларын ойлап тұратын. Сабақты жақсы оқып, кез келген бала оқуға түсе бермейтін заманда 1968 жылы Қарағанды қаласында өз білімі мен жоғарғы оқу орнына түсті. Сол жас жігіт шағының өзінде іні қарындастарының оқуға түсуіне көмектесіп, олардың жоғарғы білімді болғанын қалап, қамқор аға бола білген. 1974 жылдың 29 қыркүйегінде көп жігіттің арманы болған Баян есімді сұлу жарымен отау құрды. 1975 жылы оқуын одағдай бітіріп, өз мамандығы бойынша Жаңаөзен мұнайшылар қаласына жұмысқа орналасты. Қолдарында бар жүгі 2 чемодан мен жатақханада тұрып, қарапайым жүргізуші болып еңбек жолын бастаған ата-анамыз заманның қиын қыстау кездерінен сүрінбей өтіп, қаншалықты жоқшылық заман болса да, ешкімнен көмек сұрап қарыз алып көрместен, өздерінің үлкен өмір жолдарына қадам басады. Өзінің адал еңбегімен, таза ниет пейілімен, адамгершілік қасиетімен әкеміз жан-жарымен бірге қол ұстасып, биік белестерді бағындыра білді. Нөмірі 3-ші скважиналарға қызмет көрсету басқармасында жұмыс жасап, директор лауазымына дейін өсіп, еңбек етті. Жұмысқа өте жауапты, қатал, талапшыл басшы бола білді. Осы үлкен мекемені жоқтан бар жасағандай деңгейін көтеріп, барлық сат салды, экономикалық есеп бөлімінің, кадр бөлімінің, инженерлік техникалық бөлімдерінің жұмыстарын өзі жеке тексеріп, бағыт-бағдарын беріп білген өте сауатты басшысы болды. Отан үшін, ел үшін еткен ерен еңбегі еленбей қалмады. Көптеген құрмет грамоталары мен төс белгілерімен марапатталды. Ерен еңбегі үшін төс белгісі, Қазақстан мұнайына 120 жыл төс белгісі, Өзен мұнай кен орындарының игерілуіне 40 жыл толу құрметіне орай төс белгісі, Маңғыстау мұнайына 50 жыл төс белгілерімен марапатталды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс хатымен қала, облыс әкімдерінің құрмет грамоталарымен мекеме басшылығы тарапынан көптеген алғыс хаттарға ие болды. Сонау 1985 жылдың өзінде еңбек барысында көрсеткен биік көрсеткіштер үшін құрмет кітабына аты енгізілген болатын. Осындай еңбек жолымен қатар өмірлеріне мән берген бақытты жұптың саналы ұрпағындай болып 4 бала дүниеге келді. Балдарын өсіріп, ер жеткізіп, тәлім тәрбие беріп, оқытып, білімді ұрпақ етіп өсірді. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырды. Үлкен ұлы Мұратбек Бузачиннефть жауапкершілік шектеулі серіктестік мекемесінде бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары қызметінде. Қызы Жазира
Oil Service Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бас аналитик болып, қызы Ғазиза Өзен мұнай-газ акционерлік қоғамы мекемесінде аға геолог. Кенжеұлы Өсерхан мамандандырылған арнайы өрт сөндіру мекемесінде өрт сөндіруші болып жұмыс жасайды. Балдары осындай мамандықтарды меңгерген тұлғалар. Өз денсаулығына мықты қараған, күнделікті спорт жаттығуларын жасап, өз жасынан әлде қайда жас көрінетін әкеміз аяқ асты елге келген індеттен ауырып, ойламаған жерден, күтпеген жерден ағып түскен жұлдыздай боп өмірден кете барды. Осы індет болмағанда, бүгінде Кенжеұлы Өсерханның отау құрып жатқанын көріп, ортамызда жарқырап, жүзінен нұрын шашып, бәйтерегіміз болып, ортамызда отырар ма еді. Қанатсыз құстай қалған балдары, көз жанарынан оты сөнген адал жары, Асқар Таутай әкемізді сағына еске аламыз. Өңірде кейіннен жұмыспен қатар бірге жүріп бірге тұрған жанұялық достарыма, осы тойға жиылған менің барлық қонақтарыма, көршілеріме шын жүрегімнен ризашылығымды білдіріп алғыс айтамын. Мен сіздердің жетістіктеріңе барлық сіздермен мен біргемін, сіздердің жетістіктеріңе қуанамын. Аураларың аса берсін, еңбектерің таса берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, мұнайымыз көп болып, бақытты өмір сүререк бай болалық. Сау болыңыздар. Бір өзіңізге әкетай, сағыныш мұңы арналады. Өмірімнің бір жазы өтті тағы да, өткен кезді еске аламыз сағына. Қорған болып жүрген кезің жаным-ау, оралса ғой балалардың бағына. Маңғыстау болып көзіңді ашқан тұрағың, жұлдызың жарық, ағып өтті-ау қыраным. Сен жүрген қырлар самсаған мұнай мұнара, дариядай толып қаралтын ақты бұрала. Ұядан асып, ұштың асқар қияға, сендей жан сірә маңдайға біздің сияма. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа, төріңіз жұмақ болғай.